Қайырлы күн балалар, бүгін бізде 2-ші сынып математика сабағы 115-ші сабақ, 2 амалмен шығарылатын есептер. Сабақты бастамас бұрын ең әуелі каналға тіркеліп алыңдар. Бірінші тапсырма, бізде мәтін есеп берілген. 9 қыз және одан 2 есе артық ұл саяхатқа шықты. Саяхатқа барлығы неше бала шықты. Қысқаша шарты бізде берілген. Шешуін шығарамыз. Шешуі ең алдымен ұлдардың санын анықтап аламыз. Ол үшін 9-ды 2-ге көбейтеміз. 18 шығады. Енді барлығын табу үшін 9-ға 18-ді қосамыз, 27 шығады. Жауабы саяхатқа барлығы 27 бала шықты. Екінші есеп, зерттеу. Сызба бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Саяхатқа ұлдардан 18 бала барды. Қыздарда бізде белгісіз, бірақ қыздар ұлдардан 2 есе кем. Саяхатқа барлығы 27 бала барды. Енді шешуі қыздарды табу үшін 18-ді 2-ге бөлеміз. Жауабы саяхатқа 9 қыз барды. Осы есеп бірінші тапсырмадағы есепке кері есеп болып табылама. Иә, кері есеп болып табылады. Жауабыңды түсіндір. Себебі бірінші есеп пен екінші есептің ішіндегі мәліметтердің барлығы бірдей, яғни барлығы 27 және 18 ұлдар саны екені. Кері есеп болып табылама. Иә, кері есеп болып табылады. Бірінші есепте 2 есе артық болса, екінші есепте 2 есе кем болып тұр. Үшінші есеп, зерттеу, есепті шығар. Еліміздің астанасын тамашалауға мектебімізден 27 бала және 13 ересек адам келді. Олар 5 топқа тең бөлінді. Әр топта неше адам бар? Балалар саны бізде 27, ересек адам саны 13, бөлінген топқа 5 саны, топтың саны, әр топта неше адам бар? Шешуі ең алдымен барлық адамның санын есептейміз. 27-ге 13-ті қосамыз, бізде 40 шығады. Сол 40 жалпы барлық адам санын 5 топқа бөлеміз. 40-ті 5-ке бөлгенде 8 шығады. Жауабы әр топта 8 адам бар. Төртінші тапсырма. Үшінші тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр, оны шығар. Бала саны 27, ересек адам саны 13, әр топта 8 адам бар. Топ саны нешеу? Шешуі ең әуелі барлық адам санын қосамыз, 27-ге 13-ті 40 шығады. Енді 40-ті 8-ге бөлеміз, сонда 5 шығады. Жауабы барлығы топ саны 5. Бесінші тапсырма, есепті шығар. Саяхатшылар өздерімен бірге 4 жәшік жеміс алып шықты. Әр жәшікте 7 килограмм жеміс бар. Бірінші күні 6 килограмм жеміс желінді. Неше килограмм жеміс қалды? Қысқаса шартын құрамыз. Жеміс бізде 4 жәшік, әр жәшікте 7 килограммнан бар. Желінді 6 килограмм, қалды бізде белгісіз. Шешуі 4 жәшікте қанша килограмм жеміс бар екен табу үшін 4-ті 7-ге көбейтеміз, 28 килограмм болады барлығы. Енді 28-ден желінген 6 килограммды азайтамыз, бізде 22 килограмм қалады. Жауабы 22 килограмм жеміс қалды. Алтыншы тапсырма, суретке қара, ақиқат пікірлерді ата. Барлық жасыл түсті фигуралар тік төртбұрыштар ақиқат, барлық қызыл түсті фигуралар дөңгелектер ақиқат. Сурет бойынша өзің ақиқат және жалған пікірлер құр. Бұл жерде жалған пікір, көк түсті фигура шаршы жалған болып табылды. Тағы да жалған құрастыратын болсақ, барлық қызыл түсті фигуралар шаршы, яғни жалған пікір болады. Енді ақиқатқа құратын болсақ, көк түсті фигура 3 бұрыш ақиқат болады. Жетінші тапсырма, есепті шығар. Саяхат кезінде оқушылар пойызбен 2 күн, ал автобуспен одан 2 есе артық күн жүрді. Оқушылар көлікпен неше күн жүрді? Шартын құрамыз. Пойызбен 2 күн, автобус белгісіз, бірақ 2 есе артық. Шешуі 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4 шығады. Жауабы оқушылар көлікпен 4 күн жүрді. 8-ші тапсырма, өрнектердің мәнін тап, оған сәйкес әріптерді кестеге қой, жасырын сөзді оқы. 5-ке 5-ті көбейтеміз, 25, 25-ке 75-ті қосқанда 100 шығады. Сонда 100-дің астына ма әрпін жазамыз. Келесі 38-ден 17-ні азайтқанда 21 шығады. Л әрпін 21-дің астына жазамыз. 24 қосу 39 бізде 63 шығады.
63-тің астына А әрпін жазамыз. 40-ты 5-ке бөлгенде 8, 8-ге 62-ні қосқанда 70 шығады. 70-тің астына Т әрпін жазамыз. 4-ті 4-ке көбейткенде 16, 80-нен 16-ны азайтқанда 64, 64-тің астына А әрпін жазамыз. 100-ден 41-ді азайтқанда 59 шығады. 59-ның астына А әрпін жазамыз. Сонда бізде жасырынған сөз Алматы. 9-шы тапсырма. Бір мәшинеге 5 адам сияды. 18 адамды жеткізу үшін осы мәшине неше рет барып келуі керек. Енді 5-ті 18 шыққанға дейін қосайық. 5-ті 5-ке қосқанда 10, 10-ға 5-ті қосқанда 15, 15-ке 3-ті қоссақ 18 шығады. Сонда 18 адамды жеткізу үшін мәшине 4 рет барып келуі керек. Яғни 3 рет барғанда 5 адамды апарса, 4-ші рет барғанда қалған 3 адамда барады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Есептердің барлығы түсінікті болса, достарыңа жіберуді ұмытпаңдар. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңдар.